Ойнас қалап от басқан келіншек. Ажар мен Әсеттің отау құрғандарына 5 жыл болды. 3 жаста бір қыздары бар. Екеуі күйеу мен әйел болып жанжалдасып та көрмепті. Әсет Ажардан 10 жасқа үлкен. Ажарды қатты сыйлайды. Балабақшадан қызын алу, Ажар жұмыстан үйге келгенше ас әзірлеп қою Әсеттің мойнында. Сол күнделікті қала тіршілігі, жұмысқа барады, жұмыстан келеді. Жас ерекшеліктерінен болар. Әсет шақырған жерге бара бермейді. Қызына қарап үйде қалады. Ылғи Ажарды жібереді. Ажарды осы күнделікті өмір жалықтырды ма? Жұмыстан кейін құрбыларымен көңіл көтеріп отыратынды шығарды. Бір күні қала сыртынан Ажардың ес-түссіз денесі табылды. Оқиға орнына келген полиция жедел тобы жедел жәрдем шақырып, өздері дереу қылмыс болған жерді шола бастады. Нәтижесінде 300 метрлік қашықтықтан жеңіл автокөлігі табылды. Әлде біреу көлікті өртемек болған. Нәтижесінде қан жуса болып табылған Ажардың жеке басы анықталды. Аталмыш көлік Ажарға тиісті болып шықты. Басы қатты жарылған Ажар ес-түссіз және ауыр халде болғандықтан жауап алу мүмкіндігі болмады. Ажардың жанұялы болғаны белгілі болғандықтан бөлімшеге оның күйеуі шақырылды. Аталмыш қылмысты жасауы мүмкін деп күйеуі күдікке ілікті. Өйткені көп жағдайда жұбайлары күйеулерінің тарапына зардап шегетіні бар. Бәлкім ерлі-зайыптылар жанжалдасып, арты осындай сорақылыққа ұласқан болар. Алайда күйеуі Әсет жұбайымен жанжалдаспағанын айтты. Ал оқиға күні үйде болған. Жұбайы құрбысымен кафеға кеткенін мәлімдеді. Тергеушілер енді Ажардың құрбысын сұрақ жауапқа алды. Ажар құрбысы екеуі расымен оқиға болған күні кафеде отырған. Жиналып қалған өсектерін айтып демалып отырған келіншектерге бір жігіт келіп танысуды ұсынған екен. Өзін Қайрат деп таныстырған ол дәрігер-рентгенолог екенін айтқан. Шыттай байсалды дәрігер жігітпен танысуға келіншектер кетәрі болмай, өз үстелдерінің басына шақырады. Нәтижесінде Қайрат пен Ажардың сөздері ерекше жарасып кеткен. Бірнеше сағаттан кейін Қайрат Ажарға оңаша қалуды ұсынады. Азын-аулақ ішімдік ішкен Ажар да қарсылық білдірмейді. Құрбысымен қоштасып, екеуі кафеден шығып кетеді. Олардың қайда кеткенін құрбысы білмейтін болып шықты. Әлгі жігіттің есімі, қызметі белгілі болды. Ол әлде бір Қайрат және ауруханада рентгенолог болып істейді. Жергілікті ауруханаға келген тергеушілер рентген бөлімінде ешқандай Қайрат деген дәрігердің жоқтығын анықтайды. Алайда сол бөлімде Қайрат деген есімі бар жігіт лаборант болып жұмыс жасайтын болып шықты. Ол 25 жаста Қайрат Оспанов еді. Сұрақ жауап алуға кіріскенде қалтырап дірілдеген Қайрат бірден мойындау жауаптарын бере бастады. Кафеден шыққан соң Ажар мастау болғандықтан көліктің тізгінін Қайратқа береді. Сөйтіп екеуі оңаша қалатын жер іздеген. Көлік қаланың сыртына шыға бастады. Бұны Ажар байқап, наразылығын білдіре бастағанда Қайрат қала сыртына шығып көлікте жыныстық қатынасқа түсуді ұсынады. Қонақ үйге барамыз деп үміттенген келіншек бұл ұсынысына үзілді-кесілді қарсы болды. Сөйтіп жігітке көлігін босатуды талап ете бастады. Алайда Қайраттың оның сөзіне құлақ асатын түрі жоқ. Көлік әлде қала сыртына жүйткіп барады. Ашуланған Ажар жігітке жармасып жанжал шығарады. Сондай-ақ қонақ үйге ақшасы жоқ бейшара кедей бомж деген сыңайдағы сөздерді айтқан. Қатты намысына тиген соң Қайрат көлікті тоқтатып Ажарды соққыға жыға бастайды. Алайда Ажар зорлады деп полицияға шағым түсіремін деп айтқанда Қайраттың қаны басына шапты. Жас жігіттің соққыларынан сытылып, көліктен шыққан келіншек далаға қарай қаша жөнеледі. Артынан қуып жеткен Қайрат оның басынан таспен ұрып құлатады да, сол таспен Ажардың басынан тағы да 7-8 рет ұрған. Келіншектің қозғалмай қалғанын көрген ол қашуға оқталады. Алайда көліктің кілтін таппаған соң дәлел қалдырмау үшін көлікті өртеуге шешкен. Алайда жанындағы тас жолда
Бірінің артынан бірі келе жатқан көліктерді көріп, қорқып кеткен соң қалаға қарай жаяу қаша жөнелген. Сот барысында Қайрат Оспанов жәбірленушіден өзара татуласуды сұраумен болды. Алайда Ажар кешірім беруден үзілді-кесілді бас тартты. Анықталғандай, Оспановтың кешірім алудан тәжірибесі мол екен. Бұрын зорлық үшін істі болып кешірім алып, жауапқа тартылмай қалған екен. Одан кейін ұрлықтар жасап, жәбірленушілермен татуласып, жазадан жалтарған. Алайда бұл жолы татуласа алмады. Сот шешімімен 25 жасар Қайрат Оспанов 15 жылға сотталды. Сот барысында Ажардың күйеуі Әсет келген жоқ. Ажар 1 айдай ауруханада жатты, ал күйеуі ол аяққа тұрып кеткенше қасында болды. Ажар ауруханадан шыға салысымен күйеуі ажырасу жайлы арыз берді. Осылайша Ажар ойнас қалап, соның салдарынан өз бақытын қолдан ұшырды. Ажар қатты өкінді, бірақ күйеуі оны кешіре алмады.